Туған жердің тарихы, оның өткені мен бүгінгі тіршілігі келешектен күттірер үміттерімен жалғасар болар. Айтылғалы отырған Тасөткел жерінің де сырт көзге байқала бермейтін, тек өзіне ғана тән даму тарихы бар. Ауыл іргесінен ағып өтетін Жосак өзенінен қазіргі Ақбұлақ жерінде әрлі-берлі өтетін тастан өткел салынғанға ұқсайды. Қазіргі таңда ол өткелде, халықтың ауыз су алған Ақбұлақ бұлағы да орны көнерген, ізі жойылып, көзі бітеліпті. 1935-1940 жылдары колхоз тұрмысы кеңінен құлаш жая бастаған. Ауыл жерінде негізгі өнім тары егіліпті. Ұлы отан соғысы басталғанда ер азаматтар түгелдей дерлік майданға аттанған. 12 колхоздан тұратын Тасөткел жері 13-ші ауылдық кеңес болып аталып, қазіргі қолда бар деректер бойынша осы жерден 165 адам соғысқа алынған. 1962 жылы осы жерде колхоздар жабылып, Тасөткел совхозы құрылған. Бүкіл одақтық жастардың комсомол бригадаларының құрылуына сәйкес Ақтасты жерінде Өркен, Үйтас жерінде Балауса бригадалары құрылған. Оларға тәжірибелі шопандар басшылық еткен. Мектептегі тәрбие жұмыстарында жақсы жетістіктер болып, облыс, Астана жұртшылығына дейін жеткен уақыттары болған. Ауылдық округте мектеп, клуб, полиция, кітапхана, медпункт, ветпункт мекемелері жұмыс жасайды. Ауылдық округте негізгі бағыт ауыл шаруашылығы. Ауыл шаруашылығы өндірісімен Лакиком Лтд жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 12 шаруа қожалығы жұмыс жасауда. Округ аумағында Үйтас Ақтөбе жауапкершілігі шектеулі серіктестік өндірістік кәсіпорны тас заводы жұмыс жасайды. 2019 жылы ауылға ауыз су жүйесін кіргізу жұмыстары аяқталып, таза ауыз су халыққа беріліп отыр. Тасөткел Беқопа көтерме тас жолына орташа жөндеу жұмыстары басталды. 2019 жылы ауылымызда 25 орындық Балдырған балалар шағын орталығы ашылып, қолданысқа берілді. Ақбұлақ пен Тасөткел ауылдары ортасында және Ақтасты елді мекенінде жаңадан түнгі көше шамдары орнатылды. Ауылдық округтың жер көлемі 145.938 гектар. Оның ішінде елді мекендер орналасқан жер 20.309 гектар. 3 ауыл Тасөткел, Ақбұлақ, Ақтасты елді мекендері бар. Жер бетінде әр адамның туған жері бар. Әр адам үшін туған жердің ауасы да, даласы да ыстық болып келеді. Туған жерімізді сүю, қорғау біздің басты міндетіміз. Туған жерім, Тасөткелім, менің асыл аймағым, құлпыра бер жылдан жылға, бұзылмасын қаймағың. Келер ұрпақ мақтаныш қып айтатын, жасай берсін желбіретіп еліміздің байрағын.